Қанша болды жұмыс істеп отқансыз? 2 жыл болды. 2 жылда неге тәртіп орнатпайсыздар? Әлі де атқарамыз, қарап жатырмыз, үйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз. Біздің өкінішке орай осы жерлестеріміздің жауабы осындай да. Үйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз, танысып жатырмыз, жасайын деп жатырмыз, келе жатырмыз, бара жатырмыз. Не ол әңгіме? Түсінбедім. 2 жыл керек па танысуға? Сонда қашан жұмыс болады? Ертең ауысасың, сонда қалай? Әр адамға 2 жыл уақыт берейік, онда өткізсін осы жерге. Енді кішкентай ғана аудан ғой. Ауылдарда қылмыс деген мүлде болмау керек, шынын айтқанда. Бәрі туыс, ағайын, бір-бірін таниды. Елдің үлкендері бар. Сол ағаларымызды алға алып, ауыл әкімі соны ұйымдастырып, ардагерлерді, сонда қоғамдық кеңестің мүшелері бар, депутаттарымыз бар, әйелдер кеңесі бар. Бәрін ортаға алып, ауылдағы бұзық балдар, тентек балдар белгілі. Солардың ата-анасымен сөйлесіп, өзімен сөйлесіп, дұрыс жолға салуға болады ғой, мысалы. Ұрлықты да кім істейтінін белгілі, кішкентай ғана ауыл. Оларды да тәртіпке шақыруға болады ғой. Ауыл әкімдер, оны сіздер негізі ауылдарда ұйымдастыруларыңыз керек. Участковый инспекторды қастарыңа ертіп, бірге жүрсеңіздер, ауылда қылмыс мүлде болмау керек, шынын айту керек. Аудан орталығы енді жарайды. Ауылда мүлде болмау керек. Кішкентай ғана ауыл ғой. Ал аудан орталығында сіз жұмыс жасауыңыз керек. Аудан әкімі бар, бірлесіп, рейдтер жасап, елмен бірге кеңестер өткізіп, аралап. Сіздерде ондай жұмыстар өкінішке орай жоқ. Соның әсерінен осы кемшіліктердің барлығы болып жатқан. Бірнеше сіздерде топтар бар, мен атын айтпай қояйын нарада. Дәл солай. Неге олармен жұмыс істемейсіздер? Неге көмек сұрамайсыздар облыстық полиция департаментіне? Өздеріңіздің шамаларыңыз келмесе, болмаса министрліктен сұрайық, шама келмесе. Басқа қор орын басшылары осы жерде отыр, бәрі көмектеседі. Не масқара болды?